Каресизлик илим билмендирүү тарабына да кең жоллар ачты. Бурлары сырт элдин абройлуу жогору окуу орлары менен тикелей тажрыйе алмасуу, чет мамлекеттердеги жогору окуу орларында сабак берүү, ямаса биргеликте илимий жойбарлар издеп чыгуу сейрек учурасатыгын имканият болса, бүгүнкү күндө бул күнделиктүү турмушубуздун ажыралмас бөлүгүнө айланды. Анысында каресизлик дәврі берген имканиятлар нәтижесінде илими һәм минети менен элибиздин ровожланууна үлес косуп, халыкаралык майданда жүрген жети канегелерimiz калпесті. Солардың бірі Бердак атындагы Каракалпак мамлекеттик университетинин профессору, белгилүү илимпаз Атабек Алымов. Біріншіден, мемлекетіміздегі білімлендіру тарауында өзгерістер 2017 жылдан кейінгі басқышта айтатын болсақ, әдеуір дәрежеде креатив өзгерістерге дәуіріндеміз. Мысал үшін, сол жыллардан кейін мен PhD ilmi дәрежесін алдым, доцент болдым, университетлерде, институтларда проректор болдым, халықаралық дәрежеде ilmi бағдар бойынша. Сондай-ақ бір қанша шет елдерде стажировкаларда болдым. Бұндай имканиятлар бұрын жоқ еді. Бұл халқымыз жаңа білімге құмар. Бұндай білімлер жастар үшін жүдә ахметлі. Финляндия тәжірибесі, Япония тәжірибесін үйреніп жатыр, Сингапур тәжірибесін үйреніп жатыр. Мұғалімдер сол мемлекеттерге барып көзқараслары өзгеріп жатыр. Бұл мұғалімнің көзқарасы өзгерді дегені мектеп оқушысының көзқарасы өзгеріп жатырған. Оқушының көзқарасының өзгеруі оның ата-анасының көзқарасының өзгеруіне алып келеді. Сондықтан университет тәжірибесінде де осылай азыр менің өзім социал тармақларда жастарға бағдар беріп барамын. Қандай университет таңдау керек, шетелде қандай университетте грантлар бар, жойбарлар бар. Осы жойбарлар бойынша өзімнің тәжірибемде де әрқилы бағдарда жұмыс істеп көргенмін. Сондай-ақ мемлекеттік университеттер ортасында баланс жүзеге келіп жатыр. Қалеген профессор шарайаты жақсы университетке барып жұмыс істеуді қарайды. Сондай-ақ студент те, абитуриент те шарайаты жақсы, оқу білімдендіру бағыты жақсы университетке баруды қалайды. Бұл бағытта Хадал Басекиннің жолға қойылғанлығы студентте таңлау еркінлігін пайда етеді. Сондықтан профессор да студент те өзінің қалеген университетіне бару мүмкіншілігі ажыратылып жатыр. Сондай-ақ шетел университеттерінің бұл жерде филиаллары ашылып жатыр. Шетел университеттерімен қоспа тәлім бағдарламалары ашылып жатыр. 2 жыл, осы жерде 2 жыл шетелде оқып, 2 жақтың дипломын алу, double degree программасы бойынша оқып жатыр. Бұл басламалар студенттердің, біткерушілердің, профессорлардың халықаралық дәрежеге шығу. Енді әзірге дәуірде диджитал дәуір, бұл санластыру дәуірі. Глобал машқалалар бір жерге келген болса, әзірге 20-ші жылға дейін, әзірге уақытта жасалма интеллекттің пайда болуы, сондай-ақ digitalization, санластырудың глобал тәртіпте бірігуі, бұлар үшін интеграциясы профессордың да халықаралық дәрежеге шығуына имканият жаратады. Атабек Алымов экономика, туризм тараулары бойынша терең білімге ие, бір қанша ірі илимий жойбарлардың авторы. Бүгінгі күнде елімізде жаратылған кең имканиятлар арқасында ол сырт елдің абыройлы оқу орларында нәтижелі жұмыс алып барып, мол тәжірибе арттырды. Глобал білімдендірудің ең озық методикаларын өзінде жамледі. Сондай-ақ халықаралық байланыстарды бекемдеуге өзінің үлесін қоспақта. 2012 жылдарда ilmi жұмысымды туризм бойынша қылдым. Ilmi жұмысымды істегеннен кейін 2 жойбар істедім. Қарақалпақстан Республикасында біріншісі агротуризм бойынша, екіншісі экотуризм бойынша. Бұл жойбарлар жақсы нәтиже берді. Кейінгі жылдарда шетелдерге сапарлардың давамында, стажировкаларда болған дәуірімде инсан өмірін нөлден бастағанда қандай болады деген менде ой қинап жүретін. Мен қашанdır бір нөлден бастайыншы, өзімнің дәрежемді нөлден басқа жақта көрейінші деген қиял болатын еді. Сол қиял мені қинап келетін еді. Болған. Сондан кейін мен Америкаға кеттім, грант тикарында, Америка елшіханасының грант тикарында. Бұндай жойбарлар шетелге бараман деген адамға, тәжірибе үйренемін деген адамға Өзбекстан ашық. Өзбекстанға дүние жүзі ашық. Бұл Япония болады ма, бұл Европа мемлекеттері болады ма, бұл Қытай болады ма, ақш болады ма? Равожданған мемлекеттердің барлығы Өзбекстан жастарына ашық. Себебі
Өзбекстан жастары ұмтылып жатыр. Сондықтан Америкада бір семестр visiting scholar ретінде FEP дейді, Faculty Enrichment Program жойбары бойынша бір семестр ол жерде тәжірибе арттырдым. Кейіннен Қазақстанның Есенов университетіменен шартнама түздім, жұмыс істеуге доцент болып, ол жерде associate professor позишнда. Бұл жерде бір профессор, бір оқытушы, басқа мемлекетте өзінің орталығы жоқ, жерде өзін қалай құрады деген сұрауға жауап таппақшы болдым. Ол жерде жақсы күтіп алды, маған жойбар таярлау үшін, сабақ өту үшін барлық шарайатларын жаратып берді. Ол жерде мені шақырылушы профессор ретінде қабылдады. Біз Қарақалпақстанда жасап жатырмыз, Түркістанда жасап жатырмыз, Орайлық Азияда жасап жатырмыз, Азияда жасап жатырмыз. Global Citizen деген, дүниежүзілік бұқара деген бір ұран астында бірігіміз керек. Бүткіл әлем халқы. Бұл диджитал саналастыру дәуірінде тура келмейді. Біз барлығымыз инсанбыз деген принципте мен сол жерге бардым, олар мені қабылдады. Әрбір сабақтан кейін жойбар істейтін едік. Компаниялардың брендін рауажландыруға әрекет еттік. Бұнан әлбетте қуандым. Сондай-ақ жергілікті халықаралық дәрежеде жойбарларға арыза тапсырдық. Бұл жойбарлар енді біз профессор болсақ, университеттің ол жақтың профессорларымен дос болуымыз керек. Біргелікте жойбарлар істеуіміз керек. Менің тек арғы мақсатым осындай бір профессор өзінің өмірін қалай нөлден шөлкемдестіре алады. Бір адам ұлыма. Шаңырағымды алып кеттім. Балалар да басқа жердің балалары қандай екенін көрді. Ол жерде шет елдің профессорлардың балаларымен дос болды. Олар да қуанды. Мысалы үшін бір жыл ол жердегі өмір тәжірибесі мүмкін бұл жердегі 10 жылдық тәжірибеге тең шығар. Себебі бұл жердегі біз кемшіліктерімізді білеміз. Әзірге мемлекет қойып отырған перспективалық жобаларды біз қай дәрежеде істеп жатырмыз. Ұнамлы тарифлеріміз бар, ұнамсыз тарифлеріміз бар. Басқа елде тұрсаңыз, ол жерде халқының жасау тәрізіндегі өзіміздің кемшіліктерді көре аламыз. Жетіскенліктерімізді көре аламыз. Қайтып келгеннен кейін бұл жерде әмелде сынап көруіміз мүмкін, қолдап көруіміз мүмкін, бізде не пайда болады. Экономист ретінде регионды рауажландыру бойынша мен сондай шешімге келдім. Бізде әзір мемлекеттік программалар істеп жатыр. Регионды рауажландыру бойынша, районды рауажландыру бойынша, ауылды рауажландыру бойынша. Сол ауылдың идентикасын біз ажыратып алуымыз керек. Районның керек болса, регионның, Қарақалпақстанның керек болса, біздің идентикамыз неден тұрады? Біз қандай болуымыз керек? Қандай туры болуымыз керек? Қандай уападар болуымыз керек? Қандай садық болуымыз керек? Қандай жоғары шыңларды ерісуіміз керек? Осындай біздің идентикамызды тауып алуымыз керек. Әне осы идентиканы тауғаннан кейін біз реже қойсақ болады, біз жоба қойсақ болады, біз жойбар істесек болады. Одан кейін біз идентикамызға мас критерияларды таңлап алғаннан кейін, халық осыған ергеннен кейін, одан кейін бізде жобалар шыға береді. Халықтың өзінен шығады бұл зат. Әне мен соған куә болдым. Мен Америкада болған кезімде, Қазақстанда, Қытайда, Венгрияда болған кезімде, ол елдерде, рауажданған мемлекеттердің барлығында район болсын, ауыл болсын, регион болсын, өзінің идентикасы бар, халқының идентикасы бар. Біз өзіміздің идентикамызды халықаралық дәрежеде алып алсақ, рауажлану стратегиясын түзу аңсатылауы болады. Кімде қандай идея бар, кімде қандай пікір бар деп сұрайды, бірақ оған жауап табу үшін жаңағы идентикаға барып тақалады да. Global Citizen дедім, адамзаттың идентикасын біз жаратып, осыған кірісуіміз керек. Сонда ғана біздің экономикамыз да жақсы болады, жасау тәрізіміз де жақсы болады, адамлармен қатынасымыз, дүниямен қатынасымыз жақсы болады. Америкада сол нәрсені сездім. Адамлар бірінші көргенде hello дейді, салам дейді, қалай дейді. Ямаса екінші көргенде hi honey дейді, қалай бауырым, қалай палым дейді, мысалы үшін, қалай жаным дейді. Ол жүректен шыққан адамға күлімсіреп азамменен бір көргенде айтатын гәбі. Жаңағы идентикаға бара береді, бір күлімсірейтұғын жақсы мәміледе болатығын адамлар болуымыз керек. Бір-бірімізге құрметімізді орнына қоюымыз керек. Сонда ғана басқа мәселелер. Күніңіз де жақсы өтеді, адамлармен де қатынасыңыз жақсы өтеді, жұмысыңыз да жақсы өтеді. Кештегі жобаларыңыз да әмелге асады. Қандай қапа болып келатырса да, бір адамды көрсе, олар күліп қарайды. Hello дейді. Күліп қарағанның өзінде өзінің кеуіл кейпиятын жоғарыландырады. Осы тәжірибелерді мен не үшін алдым? Мысалы үшін Венгрияда бір жыл ол жерде visiting scholar болып, Америкада ярым жыл, Қазақстанда бір жыл істеп жүру. Бір жағынан мен өзім нөлден бастау, жаңа
мақсатым болатын болса, екінші жағынан бұл тәжірибелерінде елімде қолдау. Қарақалпақ мемлекеттік университетінде экономика, туризм, бизнес басқару кафедрасында жұмыс бастадым. Барлығымыздың мақсатымыз бір. Елге саналы түрде сапалы қызмет көрсететін кадрлар даярлау. Сапалы жұмыс істейтін кадрлар даярлау.